Сәуір айының алғашқы күндерінде Қазақстан жер қойнауын барлаушылар қалыптасқан дәстүр бойынша өздерінің мерекесі геолог күнін қарсы алады. 2011 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ол кәсіби мереке ретінде сәуірдің бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Қарағанды облысы үшін геологиялық қызметтік ғана емес, сонымен қатар металдарды мақсатты түрде өндіру, қайта өңдеудің алғашқы іздерін Сарыарқаның шексіз даласына шашыраған қола дәуірінің кеніштері деуге болады. Бұл қолдан жасалған қазбалар, үйінділері бар шұңқырлар немесе тереңдігі бірнеше ондаған метрға жететін шұңқыр тәрізді шыңдар бүгінгі таңда біздің дәуірімізге дейінгі кенішілер. Бұл аймақты пайдалы қазбалар қоймасы ретінде құрметтегеннің сөзсіз фактілері бұл. Кейінгі ғасырлар мен жылдар кеңес өкіметі орнағанға дейін аймақты геологиялық зерттелу келісілген картаға қарағанда құрақ көрпені еске түсірген болған. Тек 20 ғасырдың 20 жылдарынан бастап Қазақстанның геологиялық мектебі жандана бастайды. Оның дербес ғылыми және толыққанды пән ретінде қалыптасуымен орнығуы Сәтбаев, Усов, Русаков, Касин, Гапеев, Бурцев сияқты жарқын және талантты мамандардың есімдерімен байланысты. Александр Александрович Гапеевтің есімі біздің өлкеміздің тарихымен тығыз байланысты. Геолог, көмірші, геология, минералогия ғылымдарының докторы. Гапеев көмір бассейндерінде әсіресе Қарағандыны жақсы білген. 1920 жылы Гапеев Қарағандыға келіп өз зерттеулерін бастайды. Бұл жұмыс туралы есеп 1922 жылы жарық көрді. Профессор Қарағанды көмір бассейнінің қойнауында кемінде 4 миллиард тонна тас көмірдің бар екенін дәлелдейді. Кейінгі жылдары оның сақтықпен жасалған болжамдар бірнеше есе асып түсті. Александр Александрович Гапеевтің есімі Қарағанды халқының есінде мәңгі сақталады. Қаланың оңтүстік шығыс ауданындағы көшелердің бірі оның есімімен аталды. Геолог күні қарсаңында Қазақстанның бай жер қойнауының геологиялық зерттеу тарихында өзінің атын алтын әріппен қалдырған отандық геологияның негізгін қалаушы, көрнекті ғалым және ғылымның ірі ұйымдастырушысы академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты еске алмай кету мүмкін емес. Сәтбаев Томск техникалық институтының тау-кен факультетін бітіргеннен кейін Қазақстанға жұмысқа келіп, атбасар түсті металдар тресінде жұмысын бастайды. Жезқазғандағы 15 жылдық еңбегінің басты нәтижесі оның инженерлік және ғылыми талантының гүлденуі болып табылады. Мұнда анықталған мыс, марганец, темір кендер мен хромит кен орындары республиканың әлемдегі алдыңғы қатарға шығарады. 1940 жылы Жезқазғанның жер қойнауы байлығын ашудағы сіңірген еңбегі үшін Қаныш Сәтбаев сол кездегі ең жоғарғы марапат Ленин орденімен марапатталады. Қаныш Сәтбаев орталық Қазақстан металлургиялық зауыт құрылысының орнын таңдауға белсенді қатысты. Кейінгі жылдары мұнда Қазақстан магниткасы мен теміртау металлургтері қаласы құрылды. Соғыс жылдарында Украина мен Кавказдың танктер жасауға қажетті ең маңызды марганец кен орындарын неміс әскерлері басып алды. Ел өте ауыр жағдайда болды. Қаныш Имантайұлы 20 жылдары зерттеген жезді марганец кен орнын ұсынады. Бұл оларды тығырықтан шығарды. Сәтбаевтың болжамдары расталды. Қажетті марганец және жаңа Жезқазған кен орнында табылды. Жезді кеніші бүкіл кеңестік қорғаныс өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз етті. 1941 жылы Қаныш Сәтбаевқа Қазақстанның барлық ғылым жағын басқару тапсырылды. Сонымен бірге ол республикадағы алғашқы геологиялық ғылымдары институтының басшысы болады. 1946 жылы Қазақстанда ұлттық академия құрылды және оның ұйымдастырушы әрі бірінші президенті қазақ халқының даңқты ұлы геолог, ғалым, қоғам қайраткері, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан геология ғылымдары мектебінің негізгі қалаушы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болды.
осылайша аз зерттелген және болашағынан үміті аз Қазақстан территориясы сарыарқа геологтарының зор үлесінің арқасында минералды ресурстар бойынша ең бай аймақтар санатына ауысады.